Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі 10 минутта дайын болатын жаз айына арналған десерт дайындайтын боламыз. Дәміне енді сөз жоқ, өте керемет болып шығады. Бұл торттың басқа торттарға қарағанда ерекшелігі ешқандай пеште де миксерде де қажет етпейді. Сондықтан да видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай торт пісіруге арналған форма қажет болады. Формамыздың сыртынан осылай пищевой пленкамен қаптап шығамыз. Сонда біздің креміміз ағып кетпейтін болады. Формамыздың диаметрі 22 см. Неке осылай жан-жағын жауып шығамыз. Егерде тортыңыздың көлемін үлкен қылып жасайтын болсаңыздар, диаметрі 24-26 см-лікпен жасасаңыздар болады. Біздің тортымыздың құрамына ең алдымен желатин керек болады. Тортымызға ерекше дәм беру үшін ванилин қосуға болады. Және де 200 грамм су, 150 грамм қант қосамын. Креміне дүкеннің 20% қаймағын қолданамын. Өзіңізге ұнайтын жемістерді қосуға болады. Ең алдымен біз желатинімізді ыдысқа салып аламыз. Бізге 40 грамм желатин керек болады. Бір айта кететін жағдай, бұл желатиндер сиырдың етінен дайындалады. Сондықтан да ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Желатиніміздің үстіне 200 грамм суымызды құйып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Бұл қоспамызды алдын ала дайындап алдық. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мен креміне дүкендегі 20% қаймақты қолданатын боламын. Әркім өзінің қалауы бойынша кремін дайындап ала беруге болады. Мен ыдысыма 800 грамм қаймақты өлшеп салып аламын. Енді қаймағымның үстіне 150 грамм қантымды қосып, жақсылап араластырамын. Ерекше дәм беру үшін ванилинді де қосып, барлығын бірге жақсылап араластыратын боламын. Неке біз тортымыздың кремін дайындап алдық. Енді жуып қойған жеміс жидектерімізді турап аламыз. Неке жаңаға дайындап қойған желатинімізді су моншасында осылай ертіп алдық. Желатинімізді жақсылап араласу үшін осылай 1-2 қасық қаймағымызды салып, қасықпен араластырып, барлығын қаймаққа қосып жіберетін боламын. Диаметр 22 см формамызға құйып, жеміс жидектеріміздің барлығын салып жібереміз. Мен осылай бетіне шиемен әсемдеп шығамын. Енді морозильникке 1 сағатқа қойып аламын. Неке біз морозильникке 1 сағатқа қойып алдық. Формамыздан аларда осылай пышақпен жан-жағын ашып аламыз. Неке қараңыздар, тортымыз дайын болды. Дәміне сөз жоқ, ерекше болып шығады. Ешқандай да пештің де керегі жоқ. Видеода көріп отырғандарыңыздай, жасалу жолы өте қарапайым әрі тез дайындалады. Алда әлі талай видео рецепттер салатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.